Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте керемет әрі денсаулыққа өте пайдалы холодец жасайтын боламыз. Міндетті түрде бұл өз формасын жақсы ұстайды. Дәл видеодағыдай жасаңыздар, иә. Ең алдымен біз соғым кезінде ірі қара малдың аяғын алып, оны жақсылап жуып, тазалап, артық заттарын барлығын кесіп алып тастаймыз. Сосын қазанымызға май құймай, суды құйып, жақсылап 24 сағатта қайнатамыз. Бетіне көбік шықса, міндетті түрде алып тастаңыздар. Сосын осылай ол сүйегінен ажырайды еді. Етін біз жақсылап майдалап турап, қайнатамыз дағы. Сосын сәбізді, лабыр жапырақты, тұзды салып, чеснок салып, араластырып, тағы қайнатамыз. Ол қайнап болған соң, кемінде біз 2-3 сағатқа енді салқын жерге шығарып қойыңыздар. Сосын осылай ол өз формасын жақсы ұстайды, әрі майлы, дәмді, өте керемет болып шығады. Назарларыңызға рахмет, міндетті түрде жасап көріңіздер.